құпияға толы үштаған. Бермуд үшбұрышы немесе Бермуд үштағаны деп Атлант мұхитының Флорида түбегі, Бермуд және Пуэрто-Рико аралдары аралығындағы тылсым мен құпияға толы лезде пайда болып, лезде ғайып болып кететін теңіз құйыны бар қорқынышты су айдынын айтамыз. Бұл аймақта орын алған адам сенбес оқиғаларға, мәселен кемелердің, ұшақтардың ізім қайым зым-зия жоқ болып кетуіне байланысты шайтан үштағаны деп те аталады. Тарихшыларға сенсек, бұдан бірнеше ғасыр алдын бұл төңіректің ғаламаты жайлы Осман теңізшілері де айтып кеткен. Осы күндері бір замандағы аңыз Атлантиданы жұтқан сол Бермуд үштағаны болуы кәдік деп те айтылып жүр. Ал жалпы әлем жұртшылығы бұл жайлы тек 20 ғасырдың ортасында ғана білді. Бірінші болып жаһанға халықаралық жаңалықтар агенттігі Associated Press-тің тілшісі Эвард ван Винкель Джон жар салды. Ол бұл аймақты шайтандар теңізі деп атады. 1945 жылы ақш қарулы күштеріне қарасты 5 бомбалаушы ұшақ Флорида әскери әуежайынан әуеге көтеріліп, Бермуд аралдарына қарай бағыт түзейді. Бермуд үштағаны маңайында борт командирлерінің біреуі әуе бақылау орталығына ұшу координаттарымыздан жаңылдық, қайда екенімізді білмейміз, адасқан секілдіміз деп жағдайды баяндайды. Флорида әскери әуежайының бақылау мұнарасындағылар ауа райы өте қолайлы, батысқа қарай бет түзеңдер деп оларға бағыт сілтемек болады. Алайда борт командирі батыстың қай жақ екенін анықтай алар емеспіз, координаттарымыздан түгелдей көз жаздық, барлығы қате, мұхиттың өз әдеттегідей емес дегені мұң екен, байланыс үзіліп кете барады. Осы оқиғадан кейін арнайы ізкесушілер тез арада Бермуд үштағанына аттанады. Бірақ ұшақтардың жұрнағы да табылмайды. Бұл жайтты әлемдік сенімді ақпарат көздерінен естіген жұртшылық жағасын ұстайды. Айта кетейік, бұл оқиға 1945 жылы 5 желтоқсанда болған. Міне, Бермуд үштағаны жайлы ең алғаш ресми хабар осылай тараған. Біреулер мұның себебін сол теңіздегі қалың мүктермен байланыстыра салады. Ұшақтардың апатқа ұшырауына айдаһардың аузындай жалмап жұтатын таудай толқындардың кенеттен көтерілуі нәтижесінде түзілген мұхит бетіндегі алып ұйықтар сеп болса керек. Сондықтан кемелердің асты үстіне шығып төңкерілуі, немесе ұшақтардың үскірік соққан үсік алмадай теңізге топ етіп құлауы қалыпты табиғи жағдаймыз. Бірақ бұған сену қиын. Тағы бір жорамал сол маңда жер асты ұйығы бар деседі. Уақыт сәті келгенде ұшақтарды да кемелерді де тартып әкете салады, жұтып жібереді. Зым-зия жоғалудың себебі солай дейді. Кім біледі, бөгде ғаламшарлықтардан да көретіндер бар. Енді бір бас қатырушылар болса, метан газын тілге тиек етеді. Мұхит түбінде жиналған түрлі органикалық қалдықтардан шығатын метан газы теңіз суының химиялық құрамын өзгертіп, су құрамының тығыздығын ең төменгі шамаға дейін азайтса керек. Осының салдарынан метан құдығы деп аталатын әлгі аймаққа енгенде кемелер жүзуден қалып, айдың күннің аманында суға батады. Адамзаттың асыл тәжі ардақты пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. Шайтанның тағы теңіздің бетінде салтанат құрған деген хадисі бар белгілі. Пайғамбарымыз теңіз деп жалпылама атағандықтан жер бетінде кейбір теңіздердің назарға іліккенін, немесе бір теңіздерде шайтанның тақ құрғанын ұғамыз. Сол Бермуд үштағаны шығар мүмкін. Жын мен шайтанның тайпалары мұндай мекендерге билік жүргізіп, кемелер мен ұшақтардың электронды құралдарын істен шығарып, апатқа ұшырауына сеп болуы бек мүмкін. Жындар мен шайтандар от пен түтіннен жаралғандықтан күннен келетін радиациялық толқындардың төтесінен шарпығандай электронды құрал жабдықтарды тас-талқан етіп, сол арқылы техникалық құрылғыны істен шығаруы да мүмкін. Менің ойымша Бермудтың құпиясын адамзат қанша әрекеттенсе де ешқашан толығымен аша алмайды. Бермуд үштағаны Алла тағаланың құдіреті шексіз екенін мінсіз айғақтайтын аймақ.